Мен бүгін сіздермен 14-ші сабақты бастаймын. Бұл бірақ мына кітап бойынша, кітап бойынша 14-ші сабаққа келдік. 第14课 14-ші сабақ,你的车是新的还是旧的？新的、旧的。新оққанымыз жаңа, жау ескі, көне деген мағына білдіреді. 你的车是 сенің машинаң 新的 жаңа ма, 还是 дегеніміз әлде ескі ме деген мағынаны білдіріп тұр. 你的车是新的还是旧的? Так, енді бұның бірінші сөзіне келейік. Бірінші сөзі шыңцы жаңа сөздердің біріншісі. 经理. Бірінші тон не, үшінші тон не? 经理. 经理. 经理дегеніміз директор. Немесе мысалы бір компанияның директор, немесе бір компанияның менеджері, экономикасын басқаратын жалпы басқарушы деген мағынаны білдіреді. 经理, директор деген мағынаны білдіреді. Келесі, 好久. Үшінші, екеуі де үшінші тонмен айтылып тұр. 好久, 好久. Көптен бері. Мысалы, не 好久不见了. Сен көптен бері кездеспей кеттің ғой, мысалы, 好久不见了. Так, менде бос орын болмай тұр. Не 好久不见了. Сен көптен бері кездеспедің. Мысалы. Так, келесі, бұл одағай болып келеді. Бұл жерде таңғалу. Деп мысалы өзіміздің эмоциялық жағымыздан адамдардың таңғалу мағынасында қолданылады. Так, келесі, мама, ху-ху. Мама, ху-ху дегеніміз бейжайлық немесе сүлесапа деген мағынада білдіреді. Мысалы, не 身体怎么样? 您身体怎么样? Мысалы, денсаулығыңыз қалай? Мама, ху-ху. Жақсы әйтеу. Қалай айтады? Өте күшті де емес, өте жаманда емес деген сияқты. Мама, ху-ху. Так, келесі, 最近. 最近дегеніміз жақында, таяуда. Так, тұра-тұра, үнжелі мама, ху-ху деген сөзді, ху-ху деген сөзді кішкене қиынырақ жазылу сияқты болады, Міне жердегі ортасындағы сөз чи, жеті, кішкене қып жазғанда астында жи деп тұр, Бәрі қосылғанда ху деген сөз шығып тұр. Мама, ху-ху. Міне жерде міне жазылу тәсілін көрсетіп қойдым. Кішкене үлкейтіп барып көріңіздер, Так, келесі, 最近. 最近дегеніміз жақында, таяуда. Мысалы, 我最近去中国. 我最近去中国. Мен жақында, таяуда қайда барамын? Қытай еліне барамын, Мысалы, 我最近去中国. Мен жақында Қытай еліне барамын. Жерде мен тақырыптың астында мындай қарамен белгілеп қойдым, өйткені қызыл болмағаны үшін осылай жазып қойдым. Так, міне, 最近 жақында, таяуда. Мысалы, 我最近去中国. Мен жақында Қытай еліне барамын. Так, келесі сөзіміз бізде 刚 деген сөз. 刚来, 刚去, жаңа ғана, осы, қазір деген осы шақтық мағынаны білдіреді. 刚, міне осы, жаңа ғана, міне алдыда өтіп кеткен жаңа. Мысалы, 刚去, немесе 刚来, не 什么时候来的? 我刚来. Мен жаңа ғана келдім, Мысалы, 刚来, немесе 刚去. Мысалы, 刚来дегеніміз келу,刚来. Жаңа келдім. Жаңа ғана, міне, тура қазір осы деген мағына. Мысалы, 刚开学. Осы жаңа ғана мектеп басталды. Осы болып өткен бір жаңа ғана көз алдымыздағы дүниені айтамыз. 刚开学. Жаңа ғана бастады. Мысалы, мүмкін кеше алдыңғы бастап кеткенде болу керек, бірақ жаңа ғана бастады. Мектеп осы міне таяуда, осы жақында бастады деген мағынаны білдіреді. Так, сонымен енді сөздерді оқып шығайық. 经理, директор немесе менеджер. 好久, жақында, таяуда. 好久, көптен бері.
好久不见了. Көптен бері кездеспей кеттік. Кешіріңіз, шайқасып кеттім. Так. Келесі а таңғалу мағынасында, иә? Келесі мама ху дегеніміз сүлесі апа әйтеуір жақсы болады деген мағынада білдіреді, иә? Так, келесі цуйчин дегеніміз жақында, таяуда, иә? Қан жаңа ғана деген мағынаны білдіреді, иә? Жingли 好久啊马马虎虎最近港міне бұл 14-ші сабақтың бастапқы 6 сөзі. Бұл сабақта негізі 15, қосымша тағы 11 сөз бар, 20-ғанша сөз болады. Бір сабақты мүмкін 5-6 сабаққа бөлінетін болу керек. Жақсы, рахмет сіздерге, сәттілік тілеймін. 2. 生词经理好久啊马马虎虎最近刚开学开有点儿有一点儿点儿还是咖啡杯车自行车汽车摩托车出租车颜色蓝亮专名关